Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті үшін 2020 жыл ерекше жыл болды. Университет феноменалды қарқынды серпіліс жасап, әлемнің топ 200 үздік жоғары оқу орындарының қатарынан орын алды. Әбу-Насыр Әл-Фарабидің есіміне лайықты қазу үлкен ұжымының орасан зор жетістігі ұлы шығыс ойшылының мерейтойлық жылымен тұспа-тұс келді. Оқиғалар қалай дамыды және университет өмірінде қандай өзгерістер болды? Қазу тарихының 2020 жылғы беттерін бірге ашып, шолып шығайық. Қаңтар. Қазуда ЮНЕСКО-ның қолдауымен Әл-Фарабидің 1150 жылдығын мерекелеудің ресми ашылу рәсімі өтті. Оған әлемнің 50 елінің, Біріккен ұлттар ұйымы мен ЮНЕСКО, Ислам ынтымақтастық ұйымы, Түрксой дипломатиялық миссиялар мен әлемдік академиялық қоғамдастықтың өкілдері қатысты. Халықаралық Әл-Фараби орталығы мен Әл-Фараби ғылыми-технологиялық алқабының жобасы таныстырылды. Қазу студенттері қайырымды қоғам аты республикалық челленджді іске қосып, үлкен флешмоб өткізді. Ақпан. Сауд Арабиясының ғылым инновациялар министрінің орынбасары Насыр Мұхаммед Әл-Акелидің қазуға сапары барысында бұл елдің Әл-Фараби ғылыми-технологиялық алқабын құру жобасын іске асыруға қатысатындығы туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Нью-Делиде Қазақстанның Үндістандағы елшілігі мен Джавахар Лалал Неру атындағы университетінің қолдауымен Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған іс-шаралар бастау алды. Инбуш Эра 2020 дүниежүзілік саммитінде қазу ректоры академик Ғалым Эмити Global Academic Excellence Awards халықаралық сыйлығына ие болды. Наурыз. Қазу мен Біріккен ұлттар ұйымы ЮНИСЕФ балалар қоры нано жер серіктерін әзірлеу бойынша қыздарға арналған ЮНИСЕФ білім беру жобасын іске қосты. Керемет студенттерге қызмет көрсету орталығының бірегей тәжірибесі арнайы семинарда талқыланды. Ол студенттерге қызмет көрсету орталығының моделін ресейлік жоғары оқу орындарының тәжірибесіне енгізу мәселесіне арналды. Әлемдегі ең үздік жоғары оқу орындарының 100-дігіне ену қолжетімді мақсат. Мұны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дәлелдеп отыр. Еліміздегі жетекші білім ордасы әйгілі QS пәндік рейтинг бойынша озық шыққандардың қатарына кірді. QS World University Ranking by Subject 2020 пәндік рейтингісінің қорытындысы бойынша қазу заманауи тіл білімі мамандығы бойынша әлемнің үздік 100 жоғары оқу орындарының қатарына енді. Қазақстанда коронавирустық пандемияға байланысты карантиндік шаралары енгізілгендіктен университет алдыңғы қатарлы цифрлық білім беру технологияларын қолдана отырып қашықтан оқытуға толығымен көшті. Әлеуметтік жауапкершілік аясында қазу өзінің цифрлық платформасын қашықтан оқытуды жүзеге асыру үшін жеке ресурстары жоқ елдегі басқа оқу орындарына пайдалануға берді. Сәуір. Бүкіл ел үшін қиын кезеңде қазу елдің жетекші университеті ретінде коронавирустың тарауына қарсы күреске кірісті. Студенттер мен оқытушылар біз біргеміз республикалық қозғалысы және қайырымды қоғам челлендж аясында волонтерлік қызметке белсенді қатысты. Қазу зертханаларында вирусқа қарсы дәрі-дәрмектерді, жаңа иммун стимуляторларды, медициналық мақсаттардағы заттарға арналған модификацияланған материалдарды, тиімді антисептиктер мен дезинфекциялық құралдарды әзірлеуге кірісті. Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша қазу 4-ші мерзім қатарынан тұрақты даму бойынша Біріккен ұлттар ұйымы академиялық ықпал бағдарламасының жаһандық хабын басқаруды жалғастырады. Мамыр. Academic Ranking of World Universities European Standard беделді еуропалық рейтингінің зерттеу деректері бойынша қазу AA+ жоғары бағасына ие болды және сол арқылы Еуропаның жетекші университеттерінің қатарына кірді. Қалыптасқан көпжылдық дәстүр бойынша мамыр айының соңғы сенбісінде еліміздің және әлемнің түкпір-түкпірінен қазудың мыңдаған түлектерін онлайн форматта қамтыған түлектер күні өтті. Маусым. Қазу QS жақындық рейтингінде 165-ші орынға ие болды. Университет 2020 жылға қарай кемінде 2 қазақстандық жоғары оқу орны әлемнің үздік 200 университетінің қатарына енуі тиістігі жөніндегі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың берген тапсырмасы Қазақстан Республикасы білім және ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасына енгізілген міндетті табысты орындады. Әлемнің жоғары білім беру тарихында бұрын-соңды болмаған қарқынды үрдісін көрсете отырып, университет 9 жыл ішінде 500 позицияға алға жылжыды. Әлемдік рейтингте мұндай ілгерілеу Әл-Фараби атындағы қазу феномені деп аталатын бірегей серпін шетелдік сарапшылардың назарын аударды. Әлемге әйгілі Times Higher Education агенттігінің зерттеу қорытындысы бойынша қазу Азия жоғары оқу орындарының үздік менеджменті бар топ 10 көшбасшы қатарына енді және The Asia Award 2020 рейтингінде көшбасшылық пен басқарудағы үздік команда номинациясында аталды.
Шілде. Астана күні қарсаңында және 5 әлеуметтік бастаманы іске асыру аясында 1250 орындық жаңа жайлы студенттер үйінің құрылысы басталды. Қазудың 39 оқытушысы мен қызметкері нұрлы жер бағдарламасы бойынша Алатау Сити жаңа тұрғын үй кешенінен пәтерге ие болды. Қазақстан Республикасының Сингапур, Индонезия және Малайзиядағы елшіліктерінің қолдауымен Әл-Фараби жылына арналған мерейтойлық іс-шаралар басталды. Оксфорд университеті мен Қазу Ұлыбританиядағы Қазақстан Республикасы елшілігімен бірлесіп Әл-Фараби оның өмірі мен мұрасы атты халықаралық ғылыми симпозиумын өткізді. Ректор Ғалым Мұтановтың негізгі баяндамасында Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтерінде халықаралық деңгейде кеңінен таратуға ұсынылған заманауи университет 4.0 моделін енгізу тәжірибесі көрсетілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесіп жалпы республикалық парасаттылық сағаты ұйымдастырылды. Оның көрсетілімі республикалық және өңірлік телеарналарда жүзеге асты. YouTube-та жарияланған бейне дәрістер 100 мыңнан астам қаралым жинады. Тамыз. Қазақтың ұлы ақыны әрі ағартушысы Абайдың 175 жылдығы аясында ғылыми кітапханада тақырыптық залдың тұсаукесері өтті. Араб әлеуметтік жауапкершілік кеңесі мен Араб университеттері одағы ұйымдастырған халықаралық онлайн вебинар шеңберінде Қазу университет 4.0 моделі аясында жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік жауапты тәжірибенің озық жолдарымен бөлісті. Қазу археологтары Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай тау бөктеріндегі Елеке сазал қабында сақ кезеңі билеушісінің ат әбзелдеріне арналған алтын әшекейлерді тауып сенсациялық жаңалық ашты. Қыркүйек. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Global Islamic Finance Awards сыйлығына ие болды. Елдегі жоғарғы оқу орны алғаш рет ислам қаржысына оқыту бойынша әлемдегі үздік мекеме атанды. Islamic finance education provider award goes to a brand new winner from Kazakhstan. Университет исламдық қаржыландыру бойынша білім беру қызметтерінің үздік дамушы провайдері номинациясымен марапатталды. Қыркүйек айында ректордың жұртшылық алдында есеп беру кездесуі болып, ол университеттің жиналыс рум қашықтық платформасында өтті. Сондай-ақ YouTube каналында және университеттің ресми аккаунттарында тікелей эфирде көрсетілді. Қытайдың Journal of World Education және Түркияның Yerli Dushanji журналдары Қазу ректоры академик Ғалым Мұтановпен жүргізілген сұхбатты жариялады. Тамыз айында әлемнің жетекші ғалымдары мен сарапшыларының қатысуымен Әл-Фараби жылына арналған Science Talks сериясы іске қосылды. Қазан. Әл-Фараби халықаралық орталығында белгілі ғалым және фарабитанушы Әл-Машанидің бюсті ашылды. Қазуда әлемде алғаш рет жарық көрген Әл-Фараби энциклопедиясы, Әл-Фарабидің дәйек сөздері, ойлары мен сөздерін қамтыған қайырымдылық жинағы, сондай-ақ ұлы ойшылдың араб тілінен қазақ тіліне аударылған трактаттарының тұсаукесері өтті. Біріккен ұлттар ұйымы күні қарсаңында Қазу Әл-Фарабидің 1150 жылдығы мен Біріккен ұлттар ұйымының 75 жылдығына арналған жаһандық конференцияны өткізді. Конференция бас хатшы Антонио Гутерриштің әлемдік қоғамдастыққа бейне үндеуімен ашылды және Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Фабрицио Хокшельд-Рамон, Біріккен ұлттар ұйымы өркениеттер альянсының жоғарғы өкілі Мигель Анхель Маратино және басқа да халықаралық және қазақстандық қайраткерлерінің қатысуымен өтті. Қараша. Қазуда MBA бағдарламасын бітірген түлектерге Әл-Фараби Business School алғашқы дипломдары табыс етілді. Сондай-ақ британдық Aviva Group компаниясымен бірлесіп құрылған химиялық технологиялық процестерді инженерлік жобалау орталығы ашылды. Ректор Ғалым Мұтановтың Қазақстан Республикасындағы Француз Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Дидье Каннеспен кездесуінде Қазақстан-Француз бірлескен математика ғылыми зерттеу мектебін құру туралы уағдаластыққа қол жетті. Қазу ғылым көшбасшысы Web of Science Awards 2020 беделді сыйлығының 3 аталымында үздік атанды. Бұл рейтинг ғылыми басылымдарда қазақстандық жоғары оқу орындары арасында көшбасшылық позицияны растады. ЮНЕСКО-ның қолдауымен мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығымен бірлесіп, Қазу шексіз білім мәдениетін қолдау үшін университеттердің Еуразиялық желісін ұйымдастырды. Оның құрылуын ТМД елдерінің университеттері қолдады. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орай тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың залы ашылды. Тұңғыш президент күніне арналған "Мен жастарға сенемін" 8-ші республикалық жастар форумы ерекше түрде онлайн форматта өтті. Байқау жеңімпаздары бас жүлде Қазуда 1 жыл тегін оқу грантына ие болды. Желтоқсан.
тұрақты даму бойынша біріккен ұлттар ұйымы академиялық ықпал бағдарламасының жаһандық хабын басқаратын қазу дүниежүзілік көшбасшылар форумына серіктес ретінде шақырылды. Оның ұйымдастырушысы Колумбия университеті болды. Жапонияда Әл-Фараби орталығы ашылды. Ол Цукуба университетінде орналасқан. Орталық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің өкілдігі ретінде жұмыс істейді. Салтанатты шараға қатысушыларға ұлы ғалымның мұрасы туралы айтылды. Сондай-ақ Америка өркениеттер алмасу мен ынтымақтастық қоры мен Вашингтонда Қазақстандық Әл-Фараби орталығын ашу туралы уағдаластыққа қол жетті. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың білім беру сапасын жақсарту және педагогтарды қолдау туралы тапсырмасын орындау мақсатында университет оқытушыларының еңбекақысын кезең-кезеңмен арттыруды жүзеге асыруда. Өткен жылмен салыстырғанда ол 30%-ға өсті. Ғылыми кеңес отырысында белсенді және кең талқылаудан кейін қазудың 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму бағдарламасы бекітілді. Мемлекеттің 100% қатысуымен коммерциялық емес акционерлік қоғам мәртебесіне ие бола отырып, еліміздің жетекші университетінің ұжымы өз алдына өршіл мақсат қойды. Ол әлемнің үздік 100 жоғары оқу орнының қатарына кіру және Қазақстанның әртараптандырылған экономикасының жетекші драйверіне айналу. Дамудың жаңа бағдарламасы алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге, жаһандық ғылыми білім беру қоғамдастығында сапалы өрістеуге және бәсекеге қабілетті арттыруға мүмкіндік береді. Университет ұжымын келе жатқан 2021 жылмен шын жүректен құттықтаймыз. Ол жаңа әрі әлеуетті бастамаларға толы болып, орасан зор жетістіктер мен сенімді жеңістер жылы болсын.